Әдемі, иә? Бұл балмұздақ сияқты өте нәзік трайфл десерті. Жасап көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Бұл десертті дайындау үшін ең алдымен бисквитін пісіріп аламыз. Бисквит үшін жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып, ақуызын миксерлеп аламыз. Аздаған бір шымшым тұз қосып миксерлейміз. Одан кейін қантымызды бөліп сала отырып, осылай көтерілгенше миксерлейміз. Одан кейін сарымызды бір-бірден қосып отырып араластырамыз. Оның үстіне какао, ұн қосқыштың барлығын араластырып отырып, силиконовый лопатканың көмегімен араластырамыз. Формам 22 сантиметр формаға салып, духовкада пісіріп аламыз. Ол піскенше кремімізді дайындаймыз. Сливкиді ең алдымен миксерлеп, оған қант ұнтағын қосып, одан кейін ең соңында творожный сырымызды қосып миксерлейміз. Бисквитіміз дайын. Оны қолмен кішкентай бөліктерге ұсақтап осылай бөлеміз. Енді трайфлымызды құрастырамыз. Мен кремді осындай салафанға салдым, насадка орналастырып, осындай стаканчиктер қолданам. Кез келген ыдысқа құруға болады. Ең бірінші бисквитіміз салып, оның үстіне кремді жағамыз. Одан кейін банан саламыз. Немесе салмаса да болады. Одан кейін қайтадан бисквитімізді қоямыз. Бетіне кремімізді әдемілеп жағамыз. Енді оформлениясы өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Мен осындай бүлдіргенді қойдым. Одан кейін шоколадты ыстық суда ерітіп, салафанға салып алып, бетіне осылай құйып шықтым. Болды, дайын. Жасап көріңіздер.